2-3. Қайырлы күн, құрметті Балдөрендегі жас достар. Мінеки Балдөрен Түркістан лагерінде өте қайғылы жағдай болған екен. Кеше ғана бізде визитка жарысында екінші топтың ұйымдастырушы ұстазы Самандар ағай, Шейх ағай визиткадан жеңіліп, өте бір қайғылы жағдай орын алған екен. Біз жедел жетіп, мәселенің мән-жайын анықтап жатырмыз. Бұл жерде бізде полиция қызметкерлері барлығын тексеру үстінде. Бізде Балқа ағай, қалайсыздар? Өте Балдөренде қайғылы жағдай болып жатыр екен. Самандар ағай өртенді деген бізге хабар келіп жетті. Мән-жайды толық түсіндіріп берсеңіз. Жалпы негізі Балдөренде визитка жарысында бірінші топқа қатты өзінше мақтанып, Шейх ағайымыз екінші топпен, содан кейін бірінші топ оларды оңдыртпай жеңіп, үздік топ номинациясын алып қойған кезде корпусқа келе жатқанда болған жағдай екен. Жақсы өздерің. Барып іздеңдер, ана күлдерін жинай беріңдер. Жалпы Шейх ағай сол Балдөренге қайтып келе жатқан кезінде өртеніп кеткен жағдай болған екен. Осы жерде өртенген, мына жерде С корпусының арқасына қарай жүгіріп бара жатып, сол өте қатты өртеніпті. Рахмет сізге. Мына жерде, камера бері қарай жүрсеңіз, бізде үлкен мінекей өртенген киімдер, өртенген шорты, өртенген жемпір, галстуғы өртенбепті. Енді бұл жерде бізде үлкен қайғылы орны. Енді Самандар ағай қайда кетті? Самандар ағай бізде білмеймін, мына жерде жоқ. Өте қатты ожог көрген, 100% өртеніп кеткен. Тек мына киімдер қалып кетті. Енді қазір отрядына апарып аманат етіп беретін боламыз. Балдөрен полициясы жақсылап тексеруде. Мінекей құрметті көрермендер, бізде полиция қызметкерлері барлығын тексеріп жатыр. Енді жақсы хабар күтеміз деген ойдамыз. Рахмет сізге. Жақсы.